Ассалаумалейкум, Жеки. Бүгін бізде мотокухняның представителі Ораз. Иә, қош келдің, брат. Бүгін енді ремонт жайлы подкастты бастайық деп. Көбі білет, бізде подкасттарда курьерка саласы болды, сходкалар жайлы, әртүрлі моменттер жолда, стант жайлы. Енді біз ремонт саласына келдік. Көбі мотокухняны еще былтырдан бері білет, тикток жағынан жақсы ремонт жасайсыңдар команда болып. Сол мотокухняның историясы вообще қалай басталды, қай жақтан бастадыңдар? Мотокухняның историясы негізі біз жұмыс істеп келе жатқан где-то 4 жыл, 5 жылдай болып қалды. Шамшырақ, мен, Бексұлтан бар, бәріміз жұмыс істеп келе жатқанға бір 4 жыл, 5 жылдай болып қалды. Ол басталмай жатып негізі Тастақта жұмыс істейтініміз Газпром нефттің артында көп жігіттер, бұрынғы жігіттер танитын шығар. Соның артында жұмыс істейтініміз, ол жерде условия болмайтын ешқандай. И ол жер сносқа кетті, где-то 2 жыл сол жерде жұмыс істеген шығармыз. И сносқа кетті, қазір орнына басқа зат салып. Сол кезде, сол жерде көшетін кезде біз, ол кезде тиктокта болмаған, басқасы да болмаған, ешкім тикток мобет туралы заттар тиктокқа салмайтын. Тек қана андай танитындар, таныс біліспен бір-бірімен сөйлесіп келе береді. Одан кейін сол көшуге керек болып қалды солай. Место іздеп, сол бір жер таптық, Брунода, Розбакивада. Ол жерге көшіп барып, где-то бір 2 ай сол жерде жұмыс істедік. Сол кезде бастап мотокухня болатын. Мотокухня дегенде просто так андай атын таңдап отырып, не деп қоямыз. Зигзаг мото бар, анау бар, мынау бар, таңдап отырып солардың бәрін әйтеуір бірін таңдап алғанбыз. Оны қойған Саня Александр, қазір Бауырда жұмыс істейді. Бұл солай басталды. Басталғанда қалай қызығушылық неде болды? Ол кезде енді резко жаздың ортасында көшіп кеткенде бізді көбісі таппай қалды. Соны айтайын деген, манда бұрынғы клиенттердің бір орынға үйрен қалған ғой. Сол негізі басқа жаққа ауысқан кезде сол қиын, өзінің клиенттерін жинаған. Өйткені бізде ол кезде тикток та болмады, басқасы да болмады. Көбісі таппай қалды. Осыдан 3 жыл бұрын болды ол. Розбакива, Брунода істедік. Сол жерге көшіп бардық, жұмыс жоқ, басқа жоқ. И Трендиваның бойынан тоже көп мастерскойлар ашылып кетті. Біздің үсті жағымыз получается. Біз көшіп кеткеннен кейін ел жұрттың бәрі сол жаққа барып бастады. Танитын клиенттер бәрі келеді постоянно. Сөйтіп особо жұмыс болмады ол кезде. Не істейміз. Өзіміздің мобеттерді жасайтынбыз. Сөйтіп жүріп оранжевый шықты, оранжевый рамасын боядық. Кешке отырып Шамшырақ екеуміз бояғанбыз баллончикпен. Бірақ жақсы, четко шыққан. Біріншісін Шамшырақ екеуміз бояғанбыз. Ол кезде особо істейтін тірлік жоқ. Күнде бір ары кетсе бір 4-5 адам келетін. Өзіміз ито танитын өзіміздің клиенттер. Ол кезде просто адамдар келе беретін, бір-бірімен не істеймін дейші. Звондамай, номер, телефон, анау-мынау деген даже тугис та жоқ еді. Сосын ол жерге тугис аштық, сосын тикток аккаунт аштық. Тикток аккаунтқа бірінші жай заттар салатынмын. Сізде тусил постоянно? Өзімнің аккаунтым болатын. Просто тикток өзімнің аккаунтым болатын. Сөйтіп жүріп Honda 125 Honda болатын. Шамшырақ Шама деп айта берейін. Шама айтқан сол тиктокқа солай салып көрейік деп, жарайды давай. Бірінші видео соны түсірдік. Бірінші болғанда популярный видео сол атқан видеолар. Соны түсірдік, сол әдемі шықты, содан кейін басталды тикток. Сен сәнді светофорда резко тоқтаған кездерде, соны еще помню, сол кезде рекке атқандары. Ол где-то 1 жыл кейін болды ғой. Даже так. Сөйтіп, неге кеп тоқтай бердік? Жаңағы тиктоктың андай бірінші мотоциклден, потом уже шоумен не болды? Жоқ, разница жоқ. Түскен андай не бар, не қызықты, соның бәрін түсіре бердік қой. Біраз видеоларды өшіріп тастаған ол жерден. Сөйтіп жүріп оранжевыйды жинадым. Оранжевый жинаған мақсат просто ол кезде тиктокқа салам деп жинаған жоқпын. Просто өзіме қызық болғаннан кейін солай салған. Жинаған, то есть. Жинадым оны оранжевыйда. Сол кезде Сайран сол кезде ашық болатын. Осыда бір 2 жыл бұрын ғой деймін, ремонт әлі басталмаған еді. Бәрі Сайранға жиналатын еді. Бексұлтан екеуміз оранжевый жинап болдық, бәрін бітірдік, тексеріп көрдік, чопа-чоп қалай жүретін. Мен онымен постоянно қаскелеңге барып келетінмін. Сөйтіп жүріп Бексұлтан екеуміз бірге қайтатынбыз. Қайтып баратқан кезде постоянно көретінбіз, мопедтер топырлап тұратын еді сол жерде. Бір күні кіріп көрейік дейміз. Сол бірінші кірген күні бір жігіттер келеді да, брат, мынау что за велосипед дейді ғой, короче. Бірақ мощность біледі ғой, қандай. Что за велосипед дейді.
ол жігіт көріп те отқан шығар. Что за велосипед, анау мынау велосипедтің рөлі ма деп, өйткені рама ғой тек қана голый рама, особо ештеңе білмейді ол кезде. Тюнинг анау мынау деген ешкім ондай заттар түсінбейтін де, түсірмейтін де, иә. Ондай заттар білмейтін. Сөйтіп жарысып көрейік, велосипедпен жарысасың ба, бірақ ключ на ключ дейтінмін сол кезде. Давай ехала дейтін, Сайранның пешеходынан бастап, Сайранның пешеходынан бастап, светофорына дейін келесі Сайран бітетін жерде светофор по төле би. Сол жерге дейін жарысатынбыз. 2-3 жігіт сөйтіп кеткен әйтеуір есімде. Жарысамыз, мен өтіп кетемін, жүріп кетемін, короче. Тоқтап күтіп тұрсам, ол дальше кетіп қалады, тоқтамайды, короче. Типа ключ на ключ жарыстамыз ғой. Мобиль бермеу үшін дальше кетіп қалады. Сөйтіп Бексұлтан екеуміз солай жүрдік, жазда болатын ғой, по-моему, солай жүрдік, постоянно Сайранға барамыз. Екеуміз Бексұлтанда ақ ангел болды, менде оранжевый болды. Екеуміз как минимум бір пакышкадан сол жерге тастап кететінбіз, жарып. Дөңгелек жарылады, жарылған дөңгелекпен қайтадан Розбайкеге баратынбыз. Солай жүрдік. Солай оранжевый көбісі танып бастады негізі. И оны тиктокқа салып бастадым, чё почем қалай жиналған, қалай жинауға болатын, солардың бәрін көрсетіп бастадым. Содан кейін ғой басталған 180 көп оранжевый жарысу деген бәрі сол кездерде басталды. Вообще вот ремонтқа сенде желание қашан кішкентай кезінен болды ма, или вот внезапно все ремонт деп ма саған? Именно мопедтің ремонт емес қой. Анау-мынауды шұқап не істейтін негізі өзім. Қызығыс болатын. Кішкентай кезінде уже білетін едің иә, что саған ремонт ұнайды, конструктор бірнекелер андай. Ол жағын білмедім. Ал мопедке қалай келдім? Дос балам болатын. Екеуміз бірге арендаға Дио алып алып айдайтынбыз. Қалай жұмысқа или для себя үйреніп? Басында Яндекс істейтінмін. Доставка істейтінмін. Көп істемедім, бір ай істеген шығар максимум. Дио екеуміз алып алатынбыз. Ол дос балам Алматының өзінде тұратын, Сайран жақта тоже. Мен Қаскелеңде тұратын. Мен ол Дионы білмейсің ғой енді ол кездерде Дио тез бұзылады, алыс жолға шыдамайды, анау-мынау деген. Қаскелеңге айдап қайтатын. Күндіз доставкада жүрем, кешке Қаскелеңге айдап қайтамын, таңертең келе жатқан кезде уже ремен үзілетін. Күнде сондай, күнде ремен үзілетін. Сөйтіп жүріп өзім жасап үйреніп кеткем дегенде Бекшілерге баратынмын. Бекш ол кезде мен әлі ремонтқа келмей жатып, Бекш ремонтпен айналысатын еді ол жақ. Бексұлтан. Бүгін Бекш шақырады, но что-то не смог приехать. Негізі ол қызық болатын. Сөйтіп Бекшке баратынмын постоянно. Сөйтіп жүріп бір айдай айдаған шығармын Дионы. Бір айдан кейін соғылдым, одан кейін ДТП болды. Одан кейін оны аренда обратно өздеріне өткізіп бастадым. Сосын өзім мопедін алдым, өз мопедін жөндеп жүріп сол. Өз мопедін деген ол қайсысын алдың сен Диодан кейін? Диодан кейін көк БВС бар еді. БВС-ның копиясы қызыл, китайский. Сол болатын, оны көбісі көрмеген. Тиктокта бар негізі менде. Потом көрсетемін. Или маған жібере сал, именно жақта саламыз. Сол БВС-ың болатын, оны где-то бір жылдай айдаған шығармын. Даже бір жылдан аз. Бір сезон айдадым, по-моему. Сөйтіп күзге жақын оны барахолкың жолын көбісі білет негізі. Мосттан түсіп бара жатқан кезде правый полоса ол жоқ оңға кетеді, автобусный полоса ол. Ортасында бетонный ограждение бар. Есімде. Соған соғылған түнгі сағат 3-те ма, содан кейін қалай соғылдым, соны үйге апарып тастап әлі жатыр ол. Әлі еще бар. Әлі бар ол. Одан кейін қандай мопед болды сонда? Одан кейін мопед. Уже мотоциклдер? Жоқ, одан кейін біраз мопед болды, 7-8 мопед болған шығар. Эндуро да болды. Ямаха болды. Біраз мопедтер болды, одан кейін точносын айта алмаймын. М8 ангел болды. М8-да көп болды, мен қыста өйткені көбісі андай мопед айдамайды, ақша срочно керек болып қалады, келіп сатып кетеді. Дио болды, Дио алдым одан кейін. Просто сатып кетеді, соны көктемде обратно сатып жіберетін. Ол кездерде андай мопедтер көп сатылмайтын. Новый мопедтер ешкім көп алмайтын. Мысалы сен Дионы ремонттап, ременді ауыстырып үйреніп алдың ғой. Содан кейін келесі қандай ремонт жағынан нелерді үйрендің? Жаңадан бастап. Бәрі бірдей. Бәрі, иә. Жалпы былай кетті уже. Күнде енді жұмыс, сол бір жұмыс болғаннан кейін по-любому бәрін көресің ғой. Сендердің бірінші клиенттерің қалай болды? Мысалы, сендерге келіп ремонттататын есіңде ме әлі? Ең алғашқы келетін балда ремонттайтын по-любому қалады, вот в памяти былай сондай нелер болды ма? Тастақтағы есімде емес, бірақ Розбакиева көшкен кезде бірінші клиент, әлі клиентім ол, әлі мопед айдайды, әлі доставкада жүреді, бюровластық деп айтамын. Сол, есімде бар ол.
прям бірінші клиент, бірінші адам сол жаққа барған. Иә, вообще сендер осы мастерскойлардан мопед жөйтін, особенно осы китайскийлерден ең бірінші ашылғаны уже 3 жылдан көп болып қалды, почти. Жұмыс істеп келе жатқан 3 жылдан көп болып кетті. Келешекте андай мотоцикл жөндеуге тоже ойлар бар шығар, иә? Сондай дамуға, андай ойлар. Ол келешекте. Пока мопедтердің ремонттары жасайды десің. Бірақ Алматыда да негізі и мотоциклдер де мопедтер көп болатын сияқты, осы пробкаларда, қазірдің пробкалары енді. Бірақ енді қыста еще учетқа қойылады, оның бәрі учеттан кейін белгілі болады, учетқа қалай болады. Мысалы сенде эндуро японский болды, иә? Бірақ бәрі тиктокта көрген, почему-то ол қандай возгорание bo'lgan, не үшін сол кезде? Ол возгорение, получается, бензиннің шлангы шығып кетеді, мен оны көремін, тоқтаймын, қолмен ұстаймын деймін, синтетика киген кезде искра шығады ғой. Менде тура осындай толстовка болған, соны киіп жүремін. Көктемнің кездерде ол, көктемде сайранға барып постоянно судан өтетінмін, ары бері сол жерде жүретінмін ғой. Сөйтіп бензин шлангы шығып кетеді, оны бензинді қолмен жабасаң ағып кетіп жатыр деп ойлаймын ғой. Қолмен ұстап қойған кезде искра шығып, сонымен өртеніп кетті. Конечно, жалко. А так ол да сенің любимый бір нең болған ба? Мотоцикл, тем более японский. Бірінші қатты жүретін мотоцикл болады десе. Оны қалай алдың сол эндуроны, японский, тем более? Оның историясы біраз, оны Санядан алғам. Санядан алған болғанда, ол басында шашылып келді, полностью дымы жоқ еді. Мотор анау бәрі бар еді, бірақ коробка бөлініп келді. И сатып алғам, оны өзім жинадым дегенде, андай пластик болғанда, асор пластик жоқ, руль, анау солардың бәрін жинадым. И ол да проблема болатын, моторы май жейтін и тақылдайтын. Ол же моторын ауыстыру керек, иә. Оған отдельно запчасти таппайсың, басқасын да таппайсың. Хорошо, оның моторын іздеп табуға таптық, бірақ ол Япониядан заказ бердік. Именно мен заказ берген адамдар, получается, қатты қымбатқа да алған жоқпыз мотор, 98 мың ба сондай. Мен заказ берген адамдардың контейнері, именно менің моторым тұрған контейнер, біраз уақыт тұрып қалады, где-то 1 жылдан көп тұрып қалады. Сөйтіп оны енді 1 жыл не істеймін деген сұрақ, сол мотор, короче, өтірік жинап, соны айдап жүре бердім, түтетіп қойып, түтін жайып, андай звук шығады, анау шығады, сол разница жоқ, айдап жүре бердім. И қыс болды, көктемде, по-моему, келді. Жоқ, көктемде сол өртенген кезде, по-моему, енді бір апта болған сол мотордың келгеніне. Салам. Сен жазғансың, ол жерге енді моторды күтіп қойған кезде сондай болып қалыпты. Ну ничего, келешекте тоже дәл сондай заказ етесің. Души за сайрандай дейсің соны. Қанақта бір сұрақтар бала жазғанда, пока бір-бірлеп қара көрейік. Өзің оқып қара көрсең, қайсысы бұлай, по твоему мнению бұлай? Акрапович глушительге бензин атып жатыр, не істеу керек дейді ол. Ол бензин ататын болса, клапандар дұрыс ұстамайды, сол үшін атады в основном. Атқанда ол картерді толтырып тастайды. Карбюратордың вакуумный краник болады, сен білесің ғой, вакуумный краник кейбіреулер алып тастайды, біз де в основном алып тастаймыз оны, өйткені вакуумный краниктің вакуумынан бензин кететін болса, мопедтің обороты ойнап тұрады, сол үшін постоянно алып тастаймыз оны. И карбюратордың өзінен проблема болады, поплавок ұстамай қалады, поплавок ұстамайға ол дальше клапандарға кетеді. Егер клапаны нормально пропускать етпейтін болса, ол картаға толмайды никак. Өйткені оларда постоянно клапан жабық тұрады, ашылып қалу деген положение болмайды, именно китайский мопедтер жабық тұрады. Содан кейін, егер клапан пропускать ететін болса, ол дальше уже картер толтырып тастайды. И сондай деп айтып отқан шығар, мына жігіттің сұрағы мен примерно түсінгенім бойынша айтып отырмын. И сол картер толтырып тастағаннан кейін қолаған кезде, получается, глушительден бензин атады. И оталмайды, соответственно. Понял. Сосын мына жақта екінші сұрақ, сұраш зарядчик қай жерге жасайды мопед деген. Зарядчиканы телефон зарядтайтын деген ба деймін, иә? Любой жерге жасай бересің. Главный замокпен плюс пен минус, плюсы главный замоктан өшсе болды. Сосын инжекторлық системаны карпқа ауыстырса бола ма? Менде Рубер мотор инжектор карпқа ауысқан деймін. Дұрыс ауысатын шығар, иә, может. Былай ғой, ол инжекторды ауыстыруға болады, оған бірақ біраз заттар аласың, карбюратор аласың, магнит аласың, трос, газ аласың, шлангтар аласың, біраз заттар алып тұрасың. Бірақ болады екен, а? Иә, ауыстыруға болады. Жоқ, болады. Ол примерно запчастьтармен, жұмысымен где-то, білмеймін, запчастьтарын точно санай алмаймын, 40 мың болатын шығар, өйткені запчастьтардың бағасының өзі карбюратор 12 мың, сондай шығар.
точно бағасын айта алмаймын, где-то 40-50 мыңға айналады. Ай жұмысымен ол примерно неше болады? Жұмысы где-то 15. Бізде максимальный ең қымбат жұмыс негізі 30 мың теңге, ол капитальный ремонт. А так одан бөлек 15 мың теңгеге дейін барады бізде андай по мелочам анау мынау істеген. Отдельно плюсовать ете беретін болсаң, ол көп болып кетеді, өйткені кейбір жағдайда болады ғой, нені ауыстыру керек деп бізден сұрайды да, біз список жазып береміз, енді осының бағасын санап бер дейді, біз просто тупо үстіне қоса береміз ғой. Сол кезде таңғалады, негізі ондай емес, андай адам жағдайына кіргенде былай ғой, уақытқа байланысты по-любому солар шашылатын болса, примерно санап бересің, оны өйткені плюсовать етіп санайтын болсаң, одан көп бағасы шығып кетеді. Оны на месте келген кезде бәрін былай асықпай қарау керек дейсің ғой, тұрақтап осыны. Ну, в принципе, оказывается, болады екен ауыстыруға, иә? Ауыстыруға болады. Понятно. Келесі сұрақ соңғысын ұрасайық па? ЦП-ге 190 салуға болады. Мен өзім видеода кеше неге білесің бұл сұрақ келгені, ертең мықты ремонтик бала келеді дедім да, сондай бір сұрақтар қойсаңдаршы, мысалы ЦП-ге 190 қоюға болады. И ол напрямую менің сөзімді сұрағын қоя салғанша, сондай сұрақтар қойсаңдар болады деген ғой, и менің сұрағымды тығып жіберді. ЦП-ге 190 емес, даже одан үлкен ЦП-лар салуға болады. Негізі, ең үлкені бізде Қазақстан бойынша, Қазақстан емес негізі, жалпы СНГ-да ең үлкені 63 мм болып саналады, ол 180 куб. Қазір салып жүрген. Ал негізі біраз жұмысы ол жерде біраз бар. 200-ден көп жасауға болады оны. 63 емес, 70-72 деген цилиндрлар болады оларға. Бірақ олар енді уже отдельный тема болады. Біз сәл былай, даже не добавлю, қосайын. Мысалы мен көрем, көбіреулер 165 кубтық ЦП-лар, и сосын көбінде там почти каждый второй, может даже, ну почти көбінде андай капиталка болып кетеді, не үшін? Капиталка өйткені, например, 165-ке капиталка керек емес, оған просто тупо алып саласың, өткен картаның тесігіне цилиндрдің өзі сияды. Жоқ, мынандай, олар сол 165-ті көбі қояды да, содан кейін где-то 1-2 аптадан кейін сол капиталка. Именно ең нашар качествода қазір осы жылы сатылып жатқан ол 165 кубтың цилиндрлары, өйткені ол верхний үстіңгі жағын цилиндрдің получается сызып тастайды. Ол капиталка емес негізі, просто тупо сызып тастайды. И ол қалай түсіндірсем болады, цилиндр мен поршень бір-біріне дұрыс не істелмеген заводтан келгенде. Сол үшін осы жылы 165 куб особо салудың қажеті жоқ, өйткені особо тяга болмайды, и анау айтқандай тяга болмайды, и сондай проблемалар көп болып кетті осы жылы. Даже обычный 150 кубтың цилиндрлар қазір біз таңдап аламыз, өйткені өткен жолы бір жағдай болды, клиентке салып береміз, 2 күннен кейін май жегіп кетеді. Қайтадан ауыстырып береміз, тура сондай цилиндр алып береді, 2 күннен кейін қайтадан май жегіп кетеді. Біз оны тегін жасап беріп отырмыз, бірақ все-таки андайда не үшін деген сұрақ, сол цилиндр, тек қана цилиндрдің качествосы, и көп магазиндер андай ғой, біз сразу қайта жүреміз, ашып қараймыз, уже сондай жағдаймен көргенбіз да. Мына цилиндр болмайды, бірақ қайтарып бере сал, коробкада кәдімгі болады, соны қайтарып бере сал десең, көп магазиндер бізге звондайды. Не үшін оны қайтарып жібересің, сен салық көрсетіп, бірінші бұл басқа цилиндр, анау-мынау деп көбісі сондай андай лишний әңгіме айтып қояды. Мысалы, мен бөліп қояйын, Карсетеден мысалы запчасть әкелесің ғой, нормальный продавецтер, олар сатушылар қабылдайды, возврат береді, нормальныйлар. Бізде даже траверсаны обратно қабылдамайды ғой, көбісі. Өйткені траверсаға возврат жоқ деп жүреді, оның товарының не виді жоқ, ары барса қара краскасы шығар, кететін ше. Енді андай кейбір клиенттер болады, мен сразу алып келейін траверсасын дейді, мобилетке барып отырып, барып алып келеді, жарайды алып келсең алып кел, келмей қалса ауыстырып келесің деген не болады. Бізде көп жағдайлар болған, ондай алып келеді, сразу запчасть ашып қарайсың, анау келмейді уже. Енді қолыңды жуып, тазалап, таза қолмен ұстамайсың ол траверсаны. Қайқа дейсің, ондай кәдімгідей ұстайсың, өйткені үйтіп ондай отношение болатындай біз ақша алмаймыз да. Сол ғой. И біз оны кәдімгі обычный май қолмен ұстаймыз, получается. Коробкасы май болып қалады, ана жер май болып қалады, мына жер май. Сол үшін қайта-қайта звондап, не үшін оны қайтарып жіберген сендер ашып қойғансыңдар. Сол өздері ремонтпен айналыспаған соң өздері білмейді да, түсінбейді. Көп магазиндер сөйтеді. И сол ЦП-ны кейде аналар қабылдамай қояды, магазиндер. Қабылдамай, типа сатып алдым, болды сатып алсаң сатып. Кейде шатыр тайып қояды. Ой, короче, 102-ке звондай сал деп айта салам мен. Андай қайтарып алмай жатса, андай на принцип кейбіреулер тұрып алады.
брат қайтармай жатыр, не істеймін, осыны сала берейік дейді да, оны бірақ салғаннан кейін 2 күннен кейін қайтып келетін болса смысл жоқ та оған. Енді кейбіреулеріне айта саламын, брат 102-ге звонда, сенің толықтай құқығың бар, то что любой затты сатып алғаннан кейін қанша 12 күн ба, сондай уақыттан кейін уже қайтаруға болады деген. Я тем более сразу келесі күні әкеліп берсе, почему бы не забрать? Даже келесі күні емес қой, сатып алады. Даже сол күні, бір айдан кейін келсе, типа ол кезде айтасыз, типа бір ай өтті ғой да. Сразу келеді ғой. А так ЦПГ жағынан қазір бар ма андай бір нормальный ЦПГ кубатурный ойлайды, или әрқайсысында каждый раз по-разному ойлайды? Каждый раз по-разному. Сапасы әрқайсысының әртүрлі. Просто тексеріп алу керек, и все. Иногда тексергеннің өзі андай бірақ болып шығады. Өйткені оны біз көзбен ғана қараймыз, ол көзбен қолмен ұстап қараймыз, болса болып, болмаса салынғаннан кейін уже белгілі болады. А мысалы ЦПГ-ны қойған кезде кубатурасы жоғары болған кезде әртүрлі нелердің бөлшектерінің саймандарын өзгертеді ғой. Ал чтобы өзгертпеу үшін ЦПГ-ның қандай кубатурасын қоюға болады? Вот предельно осындай допустимый бір кубатурамен. Мысалы 170 па или одан 58-59 қазір, по-моему, шықты. 59 миллиметрлік цилиндр. Ол кубатура жағынан неше болады сонда? 165-170 ғой. 170-ке жетпейтін шығар, 160 бірдеңе болады. Одан жоғары уже басқа нелерді өзгерту. Уже ол жерде одан жоғары, получается, одан жоғарысы картер тащить ету керек болады. Ол уже картер тащить ету үшін полностью капитальный ремонтқа кіреді. Полностью блогы шешіледі. Ішіне карибалды алып тастаймыз и одан кейін барып тащить етеміз. И ол уже мотор ашылғаннан кейін цепь ауысады по-любому. Масляный соус, масляный цепь, сондай по мелочам по-любому ауысады да, сол үшін қымбат шығып кетеді иногда. А сосын андай дейді ғой, спорт вариатор дегендер бар, арзан. Спорт вариатордың көмегі ма, или қалай? Сол. Көп андай спорт вариатор қоямын, бәрін жыртамыз фоткалар. Короче, былай ғой, кейбір мобильдер болады, например, бәрі бірдей М8, бірақ әрқайсысы әртүрлі жүреді. Заводтар әртүрлі, виалар, например, газ басқан кезде алдын көтеріп тұрады, кейбіреулер көтермей қалады. Сондай ғой. Ол жерде получается тек қана разница моторда, одан бөлек вариаторда болады, трансмиссиясында болады. Я кейбіреулер жүрмейді, с места жүрмейді. Бірақ максималка жақсы шығады. Өйткені оларда, получается, пружинка басқаша, роликтардың граммы, в основном 12 грамм болады, бірақ оның уылдары да басқаша болады. Көбісі байқамайды соны. И постоянно клиенттерге айтамыз, новый мопед болатын болса, мопедінде тұрған самый заводтан келген вариаторды ешқашан тастамау керек оны. Өйткені соған қарап примерно андай, например, клиент келеді да, бізге вариатор обычный китайский магазиннен алады да, салып бер дейді. Все хорошо, салып береміз. Обычный стоковый. Просто ананы дауыс шығып кетті, анау мынау деген әңгіме. И уже тартысы өзгереді. Иә, тартысы өзгереді да, брат, мынау что-то бір жерін дұрыс істемедің ғой деймін, жүрмей қалды дейді. Или нормально жүріп кетті деп айтады. Сондай екі андай непонятка болып қалмау үшін бірінші вариаторды ешқашан лақтырмайды, өйткені соған қарап біз примерно пружинкаларды подбирать етіп береміз. Уже заводта настройкалар жасалынған иә, вариатор. Әр заводта әртүрлі жасайды ғой. И соған подбирать етеді. Иә, адам айдап жүрген адам оған үйреніп қалады уже. А басқа зат салған кезде уже ол, например, қазір китайский вариаторлар обычный стоковый, оның бәрі бірдей. Кейбір вариаторлар соның несіне түседі, кейбіреулер түспейді да, көңілінен шықпайды деген сияқты. Адам уже сондай жүріске үйреніп қалған болады. Понял. А мысалы осы, это сосын да. Спорт вариаторының көмегі, енді сондай. Спорт вариаторының көмегі былай ғой, мотордың күші болмаса, ол смысл жоқ спорт вариаторының салуының. Тек қана максимум өзгеретін, ол максималкасы өзгереді. Мотордың күші в основном тек қана виаларда болады, өйткені оларда головкасында разница болады. Головкасында разница болады, степень сжатия үлкен болады. Сол үшін олар с места жақсы қозғалады, и амортизаторға да байланысты, амортизатор ұзын болатын болса, алдын жақсы көтереді. Еще вроде карбюраторға деп айтқансың, иә? Иә, карбюратор біраз заты басқаша негізі, қазір есіме түсіре алмаймын оның бәрінше. Карбюраторда басқаша, например, ол жерде жиклерлары басқаша, мембранасы басқаша, и үлкен болады оның. Соларға, в основном, соларға спорт салуға болады, и с места тартпай қалады да олар, получается. Оны настраивать ету керек, с места тартпай қалады, и дальняк жақсы шығады. Дальняққа жақсы жүретін болады. Сол сияқты қандай спорт вариатор алғанмен особо смысл жоқ оның. Тек қана передний вариаторын алып салса болады, максималка өзгереді. Задний алудың особо смысл жоқ, өйткені задний вариатор, егер мотордың күші болмаса, оның явно стоковый 150 кубтарда күш болмайды, ондай резко айналдыру үшін. Например, менде аражойда андай болатын, газды пол басатын болсаң, егер нормальный настроенный кезінде болатын, ол қазір ондай емес десе. Андай газды басасың, сухой асфальтта, как положено бір
ары барса 1 метр шлифовать етеді, содан кейін барып жүреді. Иә. Сондай күш керек моторға, чтобы ол нормально жүру үшін задний вариатор. Аха. Көбісі андай деп түсініп қалады, оны саласың, сразу четко жүріп кетеді деген сияқты. Ондай емес. То есть олай өзінің уже жүріп бара жатқанмен соған көмектеседі, вот толчокпен былай. Например, сен механика айдап білесің ғой, Аха. машина. Аха. Ол задний вариатор и передний вариатор мынандай роль атқарады ғой. Сен механикада обычно жүрген кезде где-то 1000-2000 оборотпен қозғаласың, онан бірге саласың, сөйтіп енді қозғалып жатқан кезде. Кейде біреумен жарыстың кезде или тағы бірдеңе болатын болса, оборотты сцепление басасың, оборот тақап тұрасың да, бірге сап қоясың да, резко сцепление жіберіп қоясың, сол кезде андай с места нормально алып кетеді ғой. Задний получается вариатор трансмиссиясы жалпы сондай неге арналған да, сөйтіп настроить етуге. Бірақ ол автомат. Автоматта сондай функция да, сондай. Аха. Солай түсіндіре аламын тек қана. Ал, уже былай жалпы түсініп жатырмыз. Мысалы, тайваньский вариатор, мынандай вариатор, осындай дейді, ол вообще разница бар ма? Разница бар. Копияларда жетеді, ода? Бәрі копия. Бәрі копия. Бәрі китайский копия, ол тайваньскийлер қымбат тұрады. Аха. Көмектесе ме олар былай? Көмектескенде қай жағынан көмектесетінін қазір айтып кеттің. Разницалары, әртүрлі вариаторлар бар ғой, спорттың да әртүрлісі бар ғой. Разницалары ответный щека, передний вариаторда болады, пружинканың жесткосында болады. Кейбіреулерге мынандай настроить керек, кейбіреулерге басқаша настроить керек болады. Ол бәрі бірдей. Андай бір арзан бір спорт вариаторлар бар, ол уже көмектеспейді. Жоқ, көмектеспейді деген тек қана передний вариатор алса көмектеседі, бірақ ол постоянно роликтарын жеп тастайды, передний вариатор арзан алатын болса. 4 болып кетеді ғой роликтер, сондай болып кетеді. Ал более-менее нормальный спорт вариатор бағасы қазір неше тұрады примерно? Даже білмеймін. Қазір біраз болғанда ондай заттар қарап жүрген жоқпын. Аха. Где-то 25 мың шығар. Андай 6-7 мың тұратындар, ол обычный вариатормен почти бірдей. О, 6-7 мың тұратындарды алып салуға болады тоже. Аха. Қандай жағдайда бұрын осыдан бір 2 жыл бұрын ғой деймін, мынандай передний вариаторлар дефицит болатын, жалпы запчасть дефицит болатын. Еще қымбат болатын, иә? Қымбат болатын. Сол кезде передний вариатор спорт болатын и обычный болатын. Кейбір магазиндерде андай спорт екенін білмейтін шығар олар, өздері не сатып отқанын даже білмейтін еді. Клиенттерге бүйтіп айтатынбыз, передний вариатор қанша деп сұрайтынбыз ше, алып келген. Осындай 8 мың теңге алдым, 10 мыңға алдым, анау деп әңгіме айтады. Короче, бүйтесің, обратно өткізесің, ана жақтан спортты аласың. Ол да екеуі почти бірдей, еще ананың срок службы, спорт вариатор срок кішкене үлкендеу болады. Андай ортасында втулкасы ойнап кетпейді постоянно. Роликтер жейтін ол терпимо. Сондай кездерде айтатынбыз, андай былай компенсация жасау үшін как бы. А уже ана магазиндер соған уже былай қарап, аха, мынау бізде оказывается спорт екенін айтты. Сосын бағалар көтерді дейсің кейбіреулер, иә мысалы. А вообще мысалы, вот сен мопед сатып алдың китайский мизамнан, вот на радостях. Сосын примерно 3-4 ай өтті, сен достарың кездесің, светофорда обгон жасап кетеді. И сен оны ақша салам дейсің да, ақша жинаған, тюнинговать етемін дейсің. Ақша салам деген как минимум 100 мыңнан бастады. Нені өзгерту керек, чтобы мопед в натуре? Сразу мотордан бастау керек. Мотордан, иә? Мотордың қай жерлерін өзгертеді, именно нені модификацияны? Сол үлкен цилиндр салынады, головкасы тащ етіледі. Ол уже ондай жасалған мопед ары барса жұмысқа и обратно барып келетін мопед болып қалады. Лучше для себя дейсің ондайлар. Сондай болып қалады. Сол үшін басынан курьерларға особо смысл жоқ. Көбісі келетін бұрын. Осы жыл жаздың басында көбісі келетін. Маған да жасап бер, маған да жасап. Постоянно сұраймын саған не үшін деген сұрақты. Егер доставкада жүретін болса, смысл жоқ, ол күнде келіп менің қаным шықпайын деп тұр ғой. Күнде келе беріп, брат, ана жер андай болды, мына жер мындай болды деп. А так әшейін жай өзің жүретін болсаң, кішкене фантазия ететін болсаң, пайда. Получается, можно 180 салуға. 180 салуға болады. Сосын спорт вариатор кетеді. 180 спорт вариатор. Аха. И все. Егер мопедтің состояниясы моторы, например, пробегі ары барса 3000 болатын болса, ол жаңа уже мопед алкаткадан өтті. Ол жерде просто ЦП-ге ауыстырасың и вариатор жағын қарайсың, болып басқа ештеңе қажет жоқ. Жаңа тайваньский дегендер мықтылау, иә? Более-менее солар. Просто ол жерде андай қанша шыдайды деген сұрақ болады ғой. Қанша айдайды, қанша шыдайды. Андай бар ғой, бір ПВК бірнеке дегендер, оларды да қоюға бола ма? Оларды да қоюға болады. Көбісі сондай қоймай дейді, бірақ көбісі дегенде қазір осы жыл болып кетті, көбісі сондай андай қойып бер дейді, карбюратор қойып бер дейді, бірақ
андай бір жігіттер келген ПВК карбюратор қойып бер деп, біз негізі ПВК анау мынау ондай тюнингпен қазір вообще айналыспаймыз, өйткені оған настройка уақыт көп кетеді. уақыт көп кетеді біріншіден, екіншіден сенің уақытыңды ақтайтын ақша төлемейді, и біз ондай ақша сұрай алмаймыз, ала алмаймыз ондай ақша. Тупо 40 мың дейсің, бір күндік жұмысың сен. 40 мың теңге десең, ол келіспейді. Андай тоқтау болмай далбайыпсың ба дейді. Үйтіп өзіңнің неңді кетіргенше, қадірін кетіргенше ондай айналыспаймыз. Ондай көрсетеміз, бірақ ондаймен айналыспаймыз. Сөйтіп бір жас жігіттер алып келеді, андай өздері просто ПВК дегенді естіген. Ол жерде әртүрлі размерлер болады, қайсысы келеді, қайсысы келмейді дегендер болады. Просто тупо ПВК-ны әкеле салған, ол жерде жиклер, анау мынау көп зат ауысады. Сөйтіп ол ауысқанның өзінде китайский мопедтердің көбісі қазіргі конструкциясы, раманың конструкциясы оны қоюға не позволяет. Сол үшін настройкасы қиын болады. И холостой оборот постоянно сол үшін ғана не істемейді. Сәл бір қойын, олар қандай конструкциялардан, қандай манелерге, скутерлер, мотоциклге? Ол мотоциклға тек қана. Эндуроларда вроде қойда сонда көргенмін. Тек қана емес, андай минус қана. Ол тек қана ровный поверхностьта тұру керек. Былай. Әйтпесе мопедте былай тұрып қалады, оның настройкасы біраз уақыт болады, еще онымен алдын көтеремін дейді, оған настроить ету керек болады, біраз тірлік болып кетеді ол. Например, бір күн жасадың, оған ұнады, тартысы бәрі ұнады, келесі күн келеді де, алдын көтерген кезде қайта-қайта түсіп қала береді дейді, өйтіп шаршап кетесің, в общем, бір сөзбен айтқанда ше. Андай бір өтірік бір оболочкада оранжевый бір свечной провод, спорт свеча. Оның бәрі өтірік, андай именно оранжевый катушкалар өтірік. Андай качество жағынан жақсы болса жақсы шығар. Стандартный. Бірақ андай спорт, анау мынау дегенде, андай басында екі андай несі бар, свечалар болады ғой, өшіктері бар. Олардың бәрі өтірік. Өтірік дегенде свеча болды, басқа ештеңе емес. Спорт, анау мынау емес олар. Олар вообще көмектеспейді. Андай көмектесесің свечной проводтары ма? Турист спорт или олар бәрі стандарт, Спорт деген свечной провод. Ондай жоқ қой, андай ше Көкпенбек SDI деген біреу бар ғой, андай күйдіріп тастайтын генераторды нелер. Ол генераторды күйдіріп тастайды деп көбісі айтады соны. Бірақ мен оны вообще көрмеген, күйдіреді. Көбісі болады, дұрыс шалғамайды, содан кейін күйіп кетеді. Болды, басқа ештеңе емес. Например, өткенде бір видео көріп қалдым, бір жігіт түсіріп тұр екен, міне ондай көк емес, үлкен кәдімгі обычный коммутатор, спорт коммутатор. Міне осыны салып едім, бір аптадан кейін мынандай болды дейді да, генераторын көрсетеді, генератор полностью күйіп кеткен, ол жерде күйгені көрініп тұр. Бірақ ол жерде қалай күйген, зарядка беретін жағы ғана күйген. Ол жерде 11 катушка болады, 8 катушка болады. Ол от алысына тек қана бір катушка жауап береді, қалғандар тек қана зарядкаға жауап береді. Ол жігітте тек қана зарядкаға жауап беретін күйіп кеткенде, сол күйгеннің кесірінен уже мопеды от алмай қалған ба, білмеймін, ол жерде дальше что болды, не болды. Көбісі сөйтіп айта береді, білмей айтады. Мен осыны қойдым, осыдан кейін осындай болды деп. Ол по идее просто солай совпало болып отыр ғой. Бірақ SDI-ді менде мынандай бір момент, бір дос па, короче, көргем, именно SDI-ді өзім көзімше же, біреу бір SDI-ді алды, мопедіне қойды, сосын 5-6 минуттан кейін мына жақта что-то түсін басып кетті, проводкам жанып кетті. Сол кезде басқа механик балдарына сұрап қойсам, тоже сол SDI-ді қойған, сосын сондай моменттер болды күйіп кеткен. Бірақ кейбіреулерді қарасам, SDI-ді нормально жасаған, уже қойған бір настройкалары да өзінің бар, коммутаторлардың. Біз именно соларды вообще қоймаймыз негізі. Басынан бастап, өйткені как обычно мен өзіме қойып көремін ғой, основном ондай заттарды. Өзіме қойып көремін, особо толық жоқ, біреу алып береді. Бірақ ананы 4 мыңға алғанша, обычно 2 мыңға алып, сонымен жүре бердім да. Сол үшін басынан ондайларды қоймаймыз біз. Вообще, андай шынымен де спорт коммутаторлар ондайлар бар ғой, Мен көргем, андай өзінің бір индикациямен, бір японский бір коммутаторлар, атауларын андай бір эксклюзивный бір Дайтона деген. Дайтона деген. Японский мопедтерге бар көп біраз заттар бар, бірақ олар қымбат. Қытайскіге қоюға бола ма? Дайтона дегенде дейді. Смысл болмайды особо. Ол, например, қалай айтсам болады, Dio 34, 27 екі виді бар. А китайскийлері уже, например, бұрыннан келатқан мопедтер да олар. Даже екеуміздің жасымыздан да үлкен шығар. Олар уже настроены. Оларға уже 1,40 адам, 1,40 затты жасап көрген. И соның арқасында оларға андай кәдімгі рабочий спорт, получается, коммутатор жасайды да, соны шығарады. Мына китайский мопедтер шығып жатқанда қанша болды? Қазақстанда ары барса 4 жыл, 5 жыл болған шығар. Оны особо заморачиваться етпейді, ешкім ондай жасауға.
А қазір мынандайлар бар ма, китайский мопедтер, соларға арналған спорт коммутаторлар, которые көмектесетіндер? Или қойған, мысалы, скорость жағынан неге оны қойған дұрыс па, сондай қымбаттау спорт коммутаторды, или қымбаттау дегенде оны қоюға болады, иә, қою негізі по идее особо қажет емес, егер стоковый болатын болса. Ал мопедтер жасалған болатын болса, негізі стоковыйларға да көмектеседі, қай жағынан, например, екі бірдей коммутатор бар, біреуі істейді, біреуі істемейді. Көбісі істемейтін болып келеді, көбісі сатылатындар, анаусы істемейді дегенде қай жағынан істемейді, ол оталады, как обычно жүре береді, бірақ толық болмайды одан. Просто бір графиктің бір нелері бар былай. Толық одан особо болмайды да, хотя екеуі бірдей коммутатор. Ондай коммутатор табу негізі қиын, өйткені электротоварға ешкім возврат бермейді. Бірақ тауып егер рабочийін қоятын болсаң, стоковый мопедтерге чуть-чуть күш береді, а нелерге күш бермейді негізі, ол просто ограничение алып тастайды. Ограничение, например, машинада 7000 оборот ограничение тұрады, одан ары қарай айналмайды. Типа соны алып тастайды. Мопедтерде то же самое, например, 7000 емес, где-то 8000 айналады ғой деймін, стоковый мопед. Бір рет тексергем, ұмытып қалдым уже. Ол и то айналғаны, дөңгелек центральный подножкаға қоясың, былай без нагрузки айналған 7-8 мың. Ал, например, менің оранжевыйның моторы андай бөліп қалды ғой. Сол кезде, например, мен соны тексеріп жатқан. Мен сол видеоны көрдім, бұл қатты айналып кетті ғой. Соны тексеріп жатқан кезім еді негізі. Сол моментте менде обычный коммутатор тұратын болса, ол, во-первых, екіге бөлінбейтін, и андай екіге бөлінбейтін, сосын оборот ондай үлкен болмайтын. Ограничение, просто ограничение тұратын ода. Дальше крутиться етпейтін ол. Ол ограничение именно разгонға жақсы ма обороттағы, или максималкаға ма? Максималкаға да, разгонға да жақсы. Например, с места сен 7000 оборотпен қозғалатын болсаң, не үшін жаман емес па? Солай. Бірақ оны уже прям уже ЦПГ нелерді өзгерткен соң, мотордың күші, егер мотордың күші позволять ететін болса, спорт салуға болады. Стоковыйға тоже салуға болады, бірақ ол максималкасын, например, көбісі алыс жолда тұратын болса, например, Қаскелеңде тұратын болса, трассаға до конца тақап аласың да кете бересің, сол кезде максималка чуть-чуть қосады. А мысалы мопедтерде примерно 7000-ға дейін тұратын коммутаторда ограничение? 7000 ба, 8000 ба, сондай точно есімде емес ол да. А оны коммутатормен басқан кезде желательно 9000-ға дейін апаруға ма, или как мотор выдержде, ол қалай өзі мотор шыдай ма оған? Егер стоковый мопед болатын болса, мотор шыдайды. Сен и то, например, мен 7000 оборот деп жатырмын, 7-8 деп жатырмын ғой стоковыйларда. Ол дөңгелек жерге түсіп, үстіне сен отыратын болсаң, ол даже 7-8 мыңға да жетпейді. Ары барса 4-5 мың оборот болады. Ол тек қана андай до конца тақап кетіп бара жатқан жаймен көтерілетін зат ол. Понял. Так, мына жақта тағы бір сұрақ бересіздер. Мопедтің пробег айналған қалай болды? Ол покрышкамен, получается? Покрышканы қарайсың, пластигін состояниесін қарайсың, одан бөлек спидометр, например, самурайлардың спидометрін қарайсың. Негізі спидометр астында екі болып тұрады. Ол самурайдың вообще андай қажет жоқ ше спидометрін ашудың. Ешқашан сынбайды олар, мен өзім көрген. Сынбайды дегенде қай жағынан, то что істемей қалатын жағдай болмайды. Сол астында екі болт уже андай шуруптары босалған, андай іздері қалады ғой. Все сразу андай пробег айналған мопед болады ол. Одан бөлек тағы не глушитель, стоковый глушитель тұрса и покрышка, покрышка көбісінде Виаларда 130 болып жүреді ғой, по-моему. Андай өздерін үлкен болады. Соған қарайсың. Понятно. И мына жақта вообще целый 3 сұрақ қоясады. Бензин мотордың ішіне қалай кіріп кетеді, оған бағана айтты. Жаңа айтты. Акрапович моторға зиян ба дейді. Зиян жоқ па дейді. Жоқ, вообще зиян жоқ оның. Тек қана өзіңе зиян болмаса, кейбіреулер айтады ғой, тартысы жақсы болады дейді. Тартысы жақсы болғанда, динамикасы жақсы болады. Бірақ максималкасы өзгермейді. Динамика с места қозғалған кезде сәл береді, күш береді. Разгон. Просто жақсы алады болды. А так максималка анау мынаусы ешқашан өзгермейді одан. Ана айтады ғой, типа мотор не дейді, мотор демалады дей ма, типа жақсы стоковый глушительмен де демала береді. Просто ол андай лықып тесте шыққаннан кейін уже ана жақтан тоже бензин тесте құйып отырады да. Негізі ол просто динамикасын ғана көбейтеді. Қалай түсіндірсем болады, например, 100 метрге жарысатын болса, екі мопед, бірінші акраптағы барады, екінші стоковый глушительдегі барады. Бірақ екеуінің максималкасы бірдей болады.
Ал сосын болады ғой акыраттан бір от атады, ол богатая смесь дейді, сол бірінке. Богатый смесь болса да от атады, бедный смесь болса да от атады. Зажиганиясы кетіп қалған болса да от ата береді. Ол жақта көп причина. Иә, причина көп. Ал мысалы айтады ғой, типа ол от атып атса, значит ол что-то не то дейді, ол атпау керек қой отты. От атып атса не то. В основном бірақ тиктокта то, короче, бәрі может от атып ататын дейді. В основном от ататыны көбісінің проблемасы не болады? Глушителдің астында прокладкасы дұрыс тұрмайды. Сол жерден воздух сорады да, сол жерден атады. Егер уже мотордан немесе карбюратор жақтан проблема болатын болса, тоже от атады. Ол енді дұрыс емес, андай кейбіреулер коленалар фиолетовый болып кетеді ғой. Иә, түсі өзгереді. Иә. Вот сондай нелер дұрыс емес. Мысалы қара, мен мысалы мопед алдым да, маған тиктокқа, сфоткаларда күшті көрсету керек. Именно наоборот, чтобы от атқыласын деп қойғым келеді да. Оны қалай вот самый простой способ сондай бар. Ондайды айтпаймын. Ой, нафиг. Иә, ондай жасамайды да, айтпаймын да ондай. Бірақ болады ма ондай? Иә, ондай жасауға болады. Айтасың ба, может? Жоқ. Жарайды. Кейін онда келесі. Иә, мотордың КБЦ, ЦПГ-сы сапасы басқаша ма, әлде бәрі бірдей ма? Сапасы басқаша дегенде сапасы... Негізі стоковый мопедтердің бәрінің ЦПГ-лардың сапасы әдеміші, качество жағынан келетін болса. Емізбектен басқаша айтуға бола ма, болмай ма? Осы жаз бойы тек қана Емізбектің мопедтері келді, негізі моторлар кетіп қалды. Может, адамға да байланысты айтамын. Сапасы в основном бәрінікі бірдей болады, бірақ именно Лианікі ЦПГ-сы бірдей болады. Несі? Головкасы разница болады. Головкасы мен Поршенің өзінде разница болады. Жаңа бір по высоте несінде бір максималкада. Степень сжатия көп болады. Степень сжатия. И мына жақта получается. Мопед на холодно дұрыс от алмайды, неден болуы мүмкін, сосын от алып артынша өшіп қала береді, ал қызған соң норм дейді. Осындай сұрақтар негізі жалпы осындай сұрақтарға жауап беретін адамдар білмеймін, негізімен мынандай сұрақтарға вообще андай по телефону анау-мынауларға жауап бермеймін, өйткені басқаша болып қалатын болса көбісі андай. Неге былай айттың да? Неге былай? Олай емес, былай ғой. Менде көп жағдай болған сондай. Техника уже 3-4 жыл жұмыс істеп жатыр. Біреу звондайды да, брат, осындай көмектесші, жолда қалып кеттім, не болуы мүмкін дейді да. Енді примерно ойша айтасың, осындай болуы мүмкін, бірақ одан да көп причина, басқа да причиналар көп. Желательно бірінші ашпай жатып, өзің білмейтін болсаң, тиіспей ақ қойып, біреуге білетін адамға көрсет, немесе алып келе сал деп айтады. Кешке звондайды, түнде звондап қалады, сондай адамдар бар. Жоқ, брат, по-любому айтшы деп қоймай қойды, енді по-любому айтасың ғой. Қазір енді ондайға айтпаймын, вообще ештеңе айтпаймын. Айтасың, бір аптадан кейін көріп қаласың, тоже май ауыстырған мынаған келіп қалады. Или кейбіреулер бар, сразу звондайды, бір 2 күннен кейін звондайды. Брат, өткенде есіңе алшы, сен осындай айтып едім, мен соларды ауыстырдым, от алмады, басқа жерге апарып жасаттым, басқа жерде причинасы басқаша болды дейді. Сен оларға көмектестің, бірақ олар соңында түсініспеушілік емес даже. Андай ғой, басқа біреуге апарды, енді ол көрді, жасап берді, болды. Бұлай келген кезде ол өзі қарайды ғой, бәрін асықтап. Соңында мен кінәлі болып қала беремін, олар лишний ақша құртып қойғанға, например, карбюраторын қара деймін, ауыстыр демеймін негізі, қарап көр деймін. Олар алады да, тупо карбюраторын ауыстырып жібереді, болды мен айттым ғой дейді да, пақ ауыстырады, от алмайды, маған ренжіп қалады, оны мен білмеймін. Сөйтіп басқа біреуге апарып жасатады да, брат, одан болмай шықты, от отағым, анау-мынау деп, сөйтіп көбісі сондай болады, көп жағдайларда сондай болып қалады. Сол үшін мен мынандай сұрақтарға особо жауап бермеймін, брат, алып көр, көреміз. Потому что бұл андай слишком жалпы сұрақ. Миллион 40 причинасы болуы мүмкін, ол ондай болып қалады. Оған біреуін айтсаң, ол қарау керек дейсің. Скоростан бол... Мынаны бөлше түсінбедім, скоростта болтын... Обкаткадан шыққан кейін бұрай ма, не болды өзі дейді. Скоростың болды деп карбюраторның несін айтып отқан шығар, қалыстың қотын. Жоқ, бұраудың қажеті жоқ оны. И тағы бүгін бір кісі келгенде мен сұраған, оны өзім аяқта жасаған да. Ол айтты, типа 60-тан кейін 60-пен жүріп бара жатады да. И газды жібергеннен кейін руль дірілдейді дейді. Оған не причина бар? Или тоже көп па ол жақта? Ол жерде причина особо көп емес. Көп негізі. Бірақ ауысатын заттары аз да. Былай ғой, руль не үшін дірілдейді? Ямасы тақпасаң, чуть ямасы тастайсың, диск сразу майысып кетеді. Бірақ майысқанын өзің кейде байқамайсың, 8 болып қалады. Содан болады.
амортизатор, например, яма ұстайсың, бір амортизатор нормально отрабатывать етеді, екіншісі уже отырып қалады. Оны тоже байқамайсың, рөлді жіберген кезде тоже дірілдей береді. Рөлді жібергенде екі қолмен жіберуді айтты ғой, иә. Екі қолмен жіберген кезде уже дірілдеп бастайды. Например, ДТП болды, ДТП-дан кейін мопед құрал жинап полностью әдемілеп шықты, бірақ қисық жүреді. ДТП кезінде андай чуть-чуть рамасы майысқан болса, ол былай ғой, көзге көрінбейді ше. Көзге көрінбейді, бәрін әдемілеп новыйдан жинайсың, саласың. Уже мопед ровно жүреді, бірақ кейбіреулерінде андай болады, то что рөлін жіберсең тартып кетеді оң жаққа или сол жаққа. Бірақ мопед ровно жүре береді. Амортизатор дөңгелек покрышкадан болады иногда, бумер деймін, самурайлардың покрышкалары екі шет желінеді да, үсті желінбей қатып кетеді. Ол адам или мына бетімен жүреді, или мына бетімен жүріп қалады. Сол үшін дірілдейді. Одан басқа көп емес асылы причиналар. Оны қарау керек тоже. Қандай еще? Неше бензин жайлы 92 ма 95 па? Негізі 92 құя берген дұрыс. 95 былай ғой. Бұл оның сөзді кеше маған Бекші айтты. Мен сосын барып ойландым, не үшін олай екенін ше. Осы күнге дейін ойланбаппын особо. Кейбіреулер айтады, 95 құйдым, клапандарым күйіп кетті деп айтады. 92 мен ондай болмады деп айтады да. Былай екен, оказывается. Кеше мен соны ойландым, кеше түсіндім. Ойланғанда сол Бекші андай между делом айтып қалды да, байтын натуре солай ғой дедім. Короче, например, адам например, как обычно мопед айдап жүр, 92 құйып жүр, бір күн 95 құйып көрейін деді, 95 құйды. Ода мопед біраз жүрілген болатын болса, негіз новый мопедтерде ондай болмайды. Біраз жүрілген мопед болатын болса, ода подсос воздуха болады. Уже бензиннің 95 болғаннан кейін ол қандай басқаша болады да. Басқаша, октановый числосы үлкен болады да, ода уже чуть-чуть подсос воздуха бола ма, бензин етіп бастайды. Цилиндрдің бейін етеді, соның арқасында клапан күйіп кетеді. Клапандарын күйіп кетеді. Соны көбісі айтады. Кейбіреулерінде андай болды, даже андай жағдай болған, то что клапанның жартысы жоқ болып кетеді. Ол уже бір жерден подсос воздух сорып тұрады да, и бензин аз поступать етеді цилиндрға. Аз поступать еткен кезде клапандарын бірінші уже клапан қысып бастайды. Қысып бастағанда былай ғой, клапан тек қана бензинмен суиды. Китайский мопедте. Китайский жалпы техниканың бәрінде бензиннің клапандары бар. Көбісінде бензинмен суиды. Уже бензин аз поступать етіп бастайтын болса, еще октановый числосы үлкен болатын болса, ол, соответственно, бірінші қызып кетеді, и қызған соң клапанды күйлер жібереді. 92 құйып жүре берсең, оны сен білінбейді да ол саған. Өйткені ол октановый числосы аз, и подсос воздуха болғанның өзінде олмен күйіп кетпейді. Понял. Мопедке байланысты андай сол жағдайға алып келген ситуацияға байланысты ғой жалпы. Егер уверен болсаң, қия беруге болады, бірақ 92 екеуінің разницасы чуть-чуть қана. Но желательно, если пробег уже прилично болса, 92 мен жүре берген дұрыс ау, иә? 92 мен жүре берген жоқ, разница жоқ негізі. Просто адамның өзіне байланысты, например, кейбіреулер болады, мопедіне оқтықты қарайды. Оқтықты қарағандар, например, мен постоянно таң қаламын ше, үлкен кісілер бізге жас балдар, жас дегенде жас емес, сол 22-23 дегілер келеді. Мопедтер шашылып қала береді, 5-6 мың, 7 мыңға жетіп. Үлкен кісілер, уже семья асырап жүргендер, осы доставкада жүргендер, үлкен кісілердің мопедтер ешқашан шашылмайды. Өйткені оларға уже жұмыс керек, мопед постоянно қарайды. И сұрайсың ғой, несін жасадың деп, ештеңесін жасадың, тек қана май ауыстырып жүре беремін дейді. Аккуратно, андай неге байланысты емес, қандай компания, ненің сборкасы, оны ешқайсына байланысты емес негізі. В основном адамға байланысты. Оқтықты қарасаң, бәрі нормально жүреді. Ясно. А так өзің қандай еще оқырмандарыңа тоже көріп жатқан өзің айтатын нелерің бар, советтерің, может, чтобы мопед жақсы жүру үшін, оны пробегі там 10 мыңнан жақсы өту үшін қандай советтер бере аласың? 10 мыңнан жақсы өту үшін постоянно жаздың күні желательно мануал андай китайский майлар болады. Мануал енді құюға болады, где-то 800-де 900-де ауыстырып отыру керек. Өйткені жаздың күні мотор қаттырақ қызиды, чем қысқа қарағанда, күзге, көктемге қысқа қарағанда қаттырақ қызиды. И мануал тез свойствосын жоғалтады. Андай қыста ше то же самое шығар? Қыста то же самое емес, қыста наоборот ол мануал құя берсең болады. Арзанмай желательно құймай қою керек, бірақ мануал, S-Oil,
атын айтуға болған ба ойбай бірақ олар бізді фирмалар көрмейтін шығар. Көрмей ма? Аха. сөйтіп андай сондай майларды желательно құймай ақ қою керек, өйткені ойбай құймай ақ қою керек. Қыста құя беруге болады, өйткені моторың особо қызмайды, бірақ қыста да жазда да бір пробегті ауыстырасың, жазда желательно ертерек ауыстырасың. Бірақ кейбіреулер бар. Өткенде бір клиент келді, мен модуль қоямын, 3 мың сайын ауыстырамын дейді да, мониторсың ішінде май жоқ, май ақпайды ішінен. Ондай емес, постоянно, желательно, модуль құйғанның өзінде хотя бы 1000 ауыстыру керек, и күнде таңертең майдың өлімін қарап отыру керек, өйткені ол мотор, мопедтің моторының ішінде 1 литр болады, машинаның сияқты 4-5 литр болатын болса, бір жан запаста болады, или тағы бірдеңе. Күнде таңертең майын қарап отырасың, в общем, майдың деңгейін қарап отырасың, так не айтып отырмын маған. Қыста, короче, мануал арзан майлар құя беруге болады, бірақ нежелательно. Ал жазда вообще құймай ақ қойған қажет. Или ертерек ауыстырып отырасың. Өйткені мануалды білмеймін, бірақ ана китайский майлар бар ғой, қазір шығып жатқан сыртында скутер, анау мынау деп қытайский жазулар, мен олардың бәрі, например, сен төгіп жатқан майды бочкаға жинайды ғой, машинадан ағатын майлар, уже екінші сұрттағы майлар. Қайтадан өңдейді, қайтадан сондай майлар қайтадан сатады. Понял. А сен айтқансың, редукторда где-то 10 мың шыдап береді да, заводской май? Смело шыдап береді, заводской вообще аққызбай қойған дұрыс, аққызбай қойғанда, главный редуктордан май ақпаса болды. А так, в принципе, заводтың өзінің редукторы нормальный десің майы? Майы, мына, Алматыдағы майлардан жақсы. Понятно. Так, также что же о чем? Так, тюнинг жайлы сөйлестік, по скорости, тағы балдардан сұрақтар болса. Егер де келешекте тоже полностью мотокухня составында шақырса, бүгін келе алмады балдар. Келешекте тағы да көп нелер дайындауға болады негізі. Комментария 5 деп жазып көтіндер, сол кезде 5 келеді деп. Негізі 5 деп жазған. Ұялып қалып 5 деп. 5 шақырыңдаршы деп, прям от души жазды, смело дедім да. 5-ті шақырдық. Сондай. Тоже еще. СПГ нелерін бәрін не болды да? Проект не болып жатыр, жаңағы Orange, оны тағы да бірнеке оның модификациясын жасайсың ба? Проект не болып жатыр дегенде, постан бір где-то 7-8 ай бұрын ғой, наверное. Қазір мен ондай заттармен вообще айналыспаймын, өйткені андай көңіл алады деймін ба, қайталайтын, өйткені мен жасаған заттардың бәрін біреулер қайталайды да. Қайталап болып, сосын маған көрінбей, мен осылай жасадым деп айтқан кезде андай обидно болып қалады екен. Мен жасадым, сен осындай жасай алмайсың деп айтқан адамдар. Сондай лично өзім көрдім ше. Маған солай айтады. Ей, брат, короче, мені үйретеді бір сөзбен айтқанда ше. Қайта менің видеоларымнан қарап көріп, о, былай жасалады екен, былай жасалады екен деп көреді да. Мен сол кезде өзіме айтып қойған, болды, мен ештеңе жасамаймын, ештеңе түсірмеймін, ештеңе көрсетпеймін, болды. Просто тупо обычный жұмыстар істеп жүремін, андай қызықты видеолар болатын болса салым деп ше. Қалғандарын уже негізі сол кезде сондай болмайтын болса, қазір, например, 200 кубтан көп моторларды жасауға болатын еді. Просто сол кезде кішкене андай желание қайтып қалды, андай, бірақ оны мен жасаймын, басқалар андай соны мен жасадым деп былай көрсетеді. Короче, особо желание жоқ. Өздері не жасайды екен, көрейік. Сол кезде маған айтқан негізі сол адамдар. Ертең мен жасаймын, короче, басқа бір ерекше зат жасаймын. Сол кезде жасамыз деп айтқан, сол смело жасай бер, сол кезде көреміз деп айтқан, қазір әлі күнге дейін жоқ. Получается, сен бір идеяны шығарасың, оны копировать етіп, сосын... Почти бәрі негізі сөйтеді ше, өйткені дұрыс, ол да дұрыс, бірақ оны сен осындай жасай аласың ба деп маған былай көрсеткен ұнамай қалды ма? Негізі мен ондай жақтан особо проблема көрмеймін ше, өйткені мен специально соны ел жұрт көрсін, осылай жасасын деп, андай, наоборот көрсетемін оны. Кейбір жағдайларда былай болып қалады, то что соңында оқ болып өзім ақып қайтарым ғой. Сондай жасаған нең, как будто еңбегің ақталмайды, еңбегің ақталмайды. Например, мен оларға бәрін көрсетемін, осындай зат салсаң, осындай болады, осылай жүреді деп, оның бәрін көрсетемін. Менде, например, бірінші 4-клапанка өзінің мотордың бағасы где-то 250 мың, одан бөлек алынған запчастьтар одан көп, одан бөлек мен оны бір рет жабыстырып алдым, бір рет қалдымдары сынып кетті, анау болды, мынау болды. Мен ошибкалар арқасында үйрендім, ал
мені қарап отыратын адамдар, сөйтіп маған айтатын адамдар просто дайынға тап келеді да, еще андай мойындамайды просто. Мен оған ақша құртып, өз уақытымды құртып, или андай уақыт құртасың. Андай бірнеке жасай, бірнеке шықпай қалады, соны сол өзі ашып қалар, мен үйренемін да. Пакеттерді бәрін өзің модификация жасап. Сол жағы ғана обидно болып қалды, а так негізі жасайтын тірліктер біразы бар, ойда бар. Егер де білсең, типа, от от души брат, сол былай айттың, біз де сол жасадық. Жоқ, олай айтудың қажет жоқ. Олай айтудың қажет жоқ. Просто маған ол андай. Типа, как будто сенімен жарысып, міне біз мынадан жасадық. Міне мен жасадым, сен, короче, маған даже былай айтылған, короче, өзім жинаған мотор майсыз айдап қойған ба, тағы бірдеңе болды, әлі есімде емес. Сөйтіп басқа мастерскойда жасалып жатыр екен. Сол жерге барып өзім көріп кетейін деп өз көзіммен барып көріп кеттім. И сол жасап жатқан жігіттер маған былай айтқан, біз машина жасаймыз, анау жасаймыз, брат, сен кімсің деген әңгіме айтқан да. Ладно, болды, жарайды деп. Сондай андай бір-бірінің үстіне келіп қалды ма, сондай болды. Содан кейін мен аса ондайға жылайын жоқ вообще. Понял. Ондай бір жаңа бір идеялар істесең, наоборот, минусқа кетіп қалады, получается. Ясно. Просто я помню, сен еще где-то жарты жыл бұрын ол кездерде андай нелер ситуация болған кезде сен айтқансың ғой, қыста может тағы да проекттер жасайын деп желание еще болған кезде. Қыста может быть әлі болады, болмайды емес, болады. Осы жылда жаңадан жасап жатқан адамдарға бердім. Полностью өздері жасай берсін, чопа-чом өнерлерін көрсетсін, қалай жасайды, не жасайды, потологын қойсын. Сосын барып көреміз, потолоктар қандай екен. Понял. Я скоро еще кімдер балдар, может, сходка жасайын деп жатыр, сол жақтарда, может, нелер болады әртүрлі, мотивтер келеді, тюнинговый нелер, бұл жерде қызықты болады сияқты келешекте тоже. Былтыр гонкалар болған, негізі потом тоқтап қалды, полицияға келіп. Негізі тюнинговый нелер көруге болады, по мощностям қандай мотив, қандай нелер. Ол жақтар. Негізі жасауға болады, просто в основном соғы полиция келіп қалады, үйтіп қалады, бүйтіп қалады, сходка, адам көп болып кетсе де, андай жабық сходка болса, бір жана ашын ютубқа салатын, андайға салатын, мындайға салатын. А так адам көп болса, андай бір-бірімен соғылады, үйтіп, бүйтіп, ондай жерге бару желание жоқ уже. Бір жағынан дұрыс болды, ондай гонкалар мопедпен тоже опасный, да? Опасный. Бұрын модификация жасасаң, модифицированный мопедтер уже заводскойдан отличают, айырмашылық. Жоқ, ол жағынан емес, адамдар өзі сол жерде андай неге кіріп кетеді да, байыпқа кіріп кетеді сондай. Не істеп, не қойып жүрген білмейді да, бір-бірімен соғылса береді. Қатты куражға өркелді, былай айдап, ондай да бар. Бүгін вроде барлық шақтарды не қылды, тюнинг, нелерді, ЦПГ, не ЦПГ. Келешекте тағы да мотокухняның полный составын кетем, ол кезде может әртүрлі ситуация. В общем, комментарияға полностью сұрақтар, қандай сұрақ бар, бірақ ақылға қонымды сұрақтар қойса. От души ойланғанша былай, сондай болса, сол кезде уже полностью мотокухняда 3-4 бала қатады ғой. Сондай. Как раз стант, мен, например, особо стант жайды особо өзім естімеймін, қызығам. Бірақ ол жағын уже Жакс, Диас бар, Бекш бар, солар айтады. Кстати, Жакс, Бекш, Диас, олар бәрі стантпен айтса да, мотокухняның көп еще механиктері стантерлер. Көп болғанда, почти бәрі менден басқа салып тұрған. Все, родной, рахмет, онда тағы да күтеміз уже полный состав мотокухнямен. Бүгін барлық сұрақтарға жауап қайтарды. Көбірек сұрақ қойыңдар. Бүгін Ораз бәрін айтып берді, өзінің білетін нелерін, лайфхак білімдерін. Бірақ көбірек сұрақ сол кезде қойсаңдар жерге вообще қызықты болатын еді. Мына жақтағы Мадияр, Али, Садыков, Амиров 04, Азат, 9963, сосын кім бар? 011, тот самый Таке. Рахмет сендерге Джиги. Вот осы подкастты бүгін қызықты жасадыңдар өзіңнің сұрақтарыңмен. В общем, давайте. Все.